Міне қазір алғыспенен қоса сол қарғыс хақында да сөз кетті. Бұл да мәлім дәрежеде инсанның психологиясына, оның келешегіне тәсірі бар ма? Бір жасы үлкен инсан жолда жүгін көтере алмай жатырса, 3-4 жігіт қасынан өтіп бара жатырған екен да. Олар өзінің көмегін беріпті, көтерісіп, бір мәнзіліне жеткізіпті. Кейін жаңағы жасы үлкен кісі жаңағы жігітлерге «Іләйім 1000 жыл жасағайсыз» деп пәтия беріпті. Жігітлер аумин депті да, жолында давам етіпті. Жарты жолға келгенде бір жігіт ойланып қалыпты да, бізге 1000 жыл жаса деп пәтия берді мына жас үлкен. Біз не істесек те 1000 жыл жасай алмаймыз ғой. Оның орнына бізге байлық, яки лауазым тілесе болады ғой, депті. Кел барып сораймыз, не үшін бізге 1000 жыл жаса деп айтты. Жаңағы жас үлкенді тауып алып, біз 1000 жыл жасай алмаймыз ғой. Не қылсақ та 100 жыл жасауымыз мүмкін, 1000 жылға бара алмаймыз ғой. Десе, жаңағы жас үлкен, мен 1000 жыл жаса дегенде сізлердің жасыңызды нәзерде тұтпадым. Сізлердің осы уақытқа шекем, істеген жақсылықларыңыз, сізлер бұл әлемде жасамасаңыз да атыңыз жасасын. Сізлерді 1000 жылға шекем адамлар айтып жүрсін деген мәністе сізлерге пәтия бербедім деген екен. Енді осы уақияны анализлейтұғын болсақ, жаңағы жасы үлкен жас жігітлерге өзі разы болғанлығы үшін пәтия беріп жатыр. Демек, пәтияны қандай адам береді екен? Кімнендір разышылығын білдіру үшін ол өзінің ішіндегі разышылығын пәтия арқалы сол инсанға жеткізеді екен. Ал қарғыс деп жатырмыз, қандай адам қарғайды? Демек, сол инсаннан наразы болған адам ішінен наразышылығын қарғыс арқалы білдіреді. Алғыс алған адамда не өзгереді? Пәтия алған, алғыс алған адамның өзінде өзіне деген сенім асады. Инсан өзін жақсы көріп, өзін бақалап баслайды. Һәм сондай жақсы сөздерді естігендігі үшін ол және де адамларға жақсылық етуге харекет етеді.